Құрметті жамағат, біздің ата-бабамыз соншалықты нәрселерді, 90 ауыз сөзді тобықтай, не дейміз о жағы, түйіні. Сонша мейірім туралы әңгімені бір ауыз сөзге сыйғызып болған екен да. Атам қазақ. Не ол? Бұл дүние өтеді көрген түстей, бір-біріңді қадірле көрге түспей деген екен ғой. Дүниеден өткеннен кейін аңырап жылайсың ба, маңырап жылайсың ба? Тірі кезде қызметін қып қалсай, әкең, шешең сұраса, сұрамаса 5 мың, 10 мың бер батасын ала беру керек екен. Анашым бір дуа қып қойыңшы деп та. Ырза болып жүреді екен ғой. Сенің ақшаң керегі жоқ оларға. Көңіл. Сол үшін де біздер бір-бірімізді қадірлей білуіміз керек екен, құрметті жамағат. Мына сахабалар түгел жәннәті дейді да. Жәннәтте адамдар қалай жүреді десе, қазір біз мысалы отырыс болсын, өмірде болсын, бір адамға көңілімізде кейде кірбің болып қалады, дұрыс па? Анерде мені бұл лақтырып кетті да бұл. Анерде мені бүйтіп кетті да бұл. Мен бір күн көрсетем болған деген сияқты да. Ішіңізде жүре береді ол. Мысал үшін да, сен сұрағанда беріп тұрдың, ол сұрағанда бермей қойды мысал үшін да. Көреміз әлі дегендей. Со жәннатқа кіретін кезде адамдардың жүрегін жуады екен Алла Тағала. Бірде бір шаңның тозаңындай кірбің болмай кейін жәннатқа кіргізеді екен да. Саад ибн Аби Ваққас бір ғазатта 10 мың әскері бар еді дейді. Арабтар ол суға шомылып үйренбеген ғой дарияға. Анау дін дұшпандары дарияның арғы бетінде. Бұлар 10 мың атты әскер. Сонда Саад ибн Аби Ваққас 10 мың әскерге қарап сұрады дейді ғой. Бір-біріңе жүректеріңде бір кірбің жоқ па жаңағыдай? Қафагершілік жоқ па деді ғой. Ешқандай кірбің жоқ деді ғой. Онда біз 10 мың атты әскермен судан секіріп өтіп кетеміз деді ғой. 10 мың атты әскер судан өтіп кетті дейді ғой. Неге? Жүректерінде ешқандай кірбің жоқ та бір-біріне деген. Бәрін неған кешіріп берген да. Жәннатта сөйтіп жүреді екен адамдар. Жүректерінде еш нәрсе болмайды. Өйткені жүрегін жуып кіргізген ғой. Енді жәннатта ешқандай кірбің болмағаннан кейін жәннаттық адамдар сөйтіп жүреді ғой. Бұл сахабалар осы дүниеде сөйтіп жүріп қалған екен ғой. Сөйтіп оларды жәннаты дейді екен да, қараң. Жәннатта істейтін тірлікті мынаяқта істеді олар. Сол үшін құрметті жамағат, бір-біріміздің қадірімізді білейік, құрметті жамағат. Ең үлкен нәрсе бұл. Бір-бірімізді қадірлеу. Сол қадірлеу дегеннен шығады, құрметті жамағат. Мына біздің араларымызда, біздің елімізде, енді барлық елде бар ғой енді ол. Біз өзіміздің елімізді айтып жатырмыз. Бір жаңағы қадірлейтін нәрсе, қадірлейтін адам, акушер деген адам, акушерка дейміз ғой жаңа, әйелді босандыратын. Сондай адамдар арамызда өмір сүріп жатыр да. Оны айтайын деп отқаным, бір күні бір кісі маған телефон шалды. Қызым роддомға не қылып жатыр еді, соған бірге барайықшы деп жаңа. Роддомға түскен екен да. Сөйтіп кешке таман түскен роддомға. Барып, роддомның қасында тұрдық біздер. Сөйтіп енді кеп босанып кетіп жатыр, не қылып жатыр. Бірақ мына кісінің қызы босанамай жатыр ғой жаңа. Қызы босанамай жатыр. Енді бір уақытта бір болды сағат, 2 болды сағат босанамай жатыр жаңаға. Құдайдың құдіреті. Ана қызы жылап жатыр. Ең болмаса жаңа кесірі бағып алыңдаршы деп та жаңа. Оңай емес қой енді. Сол үшін Құран-ы Кәрімде еркектерге көздеріңді жақсылап ашыңдар дейді да Құранда. Бұлардың дейді, бір дүниені перзентке әкелуде жанын қылға қойып жаңа. Қыл үстінде. Жаны қыл үстінде болады екен. Дүниеден өтіп кетуде мүмкін екен. Сөйтіп перзентті дүниеге әкелді ма, Алла Тағала бұлардың күнәсін бәрін кешіп береді екен ғой, қараң. Неге? Дүние жүзінде 8 миллиард адамның мысал үшін 5 миллиард еркек болатын болса, 5 миллиард еркек қосылып, бір баланы дүниеге келтіре алмайды екенбіз ғой біздер. Қанша күшті болғанменен. Соны дүниеге келтірді ма, бұлардың қадіріне жетті деп тұр ғой Құран-ы Кәрімде.
Сен жаңағыда бокстасқыш, әйел ұрғыш, әйелге жаңа күшің жететін болса, не аласың әйелді ұрып? Бокстасатын жер бар емес пе? Жаңа ММА ма, жаңа не? Бір ненің қораның ішіне кіріп аласың, ешкім ажыратпайды, дұрыс па? Еще ақша табасың ол жерде. Ол бес жерге бар, ұра бер, мысалы үшін. Осаған ол не ММА емес қой, әйелді не қылу. Енді қараңыз. Bir уақытта Бамдат қазан айтылды ғой, ананың қызы босанамай жатыр. Енді қараңыз, бір қадіріне жететін адам бұл сол акушерка екен да. Bir уақытта жаңағыдай Рахима деген акушерка бар екен, атының өзін қарасаңыз, Рахима деген да Алланың аты ғой, бүйтіп қарасаңыз. Сол келді де, анау енді кестіріп алыңдар деп тұр ғой, анау босанайын деп жатқан. Сөйтіп барып көрді де, өз замоктары бар екен. Замоктарын ашып жерген еді, 5 минутта сәби дүниеге келді ғой, қарасаңыз. Маманды қарасаңыз анау. Bir акушерка bir адамды өлімнен құтқарып қалды да. Ол Құран бойынша Алла Тағала bir адамды өлімнен құтқарып қалған адам, ол 8 миллиард адамды өлімнен құтқарып қалған адаммен бірдей сауап алады екен. Міне қаяқта жатыр да. Сонда бұл акушеркалардың соншалықты мықтылығы бар ғой, соншалықты. Ана босанамай шықпай жатады ғой. Сол кезде мына жердегі бұғанадағы сүйек бар ғой, мына сүйек. О сүйек сындырып береді екен, қараң. Сөйтіп ана бала битіп қалады екен да, ана неден құрсақтан дүниеге оңай келеді екен да, кейін мына сүйек өзі бітіп кетеді екен. Не деген тірлік ана бай, қараң. Ол ең ақырғы вариантта істелетін нәрсе екен да. Соғысап сол акушеркалардың дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын, біздің қазақ елінің көбеюіне, қызмет қылуын Алла Табарака ва Таала нәсіп етсін. Қолдары ешқашан дерт көрмесін солардың. Неге? Сен қолыңнан еш нәрсе келмейді өрде. Әйелің босанайын деп қиналып жатыр. Анау келді де не? Ауырды жеңіл қылды, қиынды оңай қылды да. Неге бұлардың қадіріне жетпеске, дұрыс па? Алла Таала сол Қазақстан еліміздегі бүкіл акушеркалардың дендерін сау, өмірлерін ұзақ қылсын. Бұл дүние өтеді көрген түстей, бір-біріңді қадірле, көрге түспей.